Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін құрамы өте жеңіл және жасалу жолы өте оңай сырный рулеттің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге жұмыртқа, шым-шым тұз және де шикі сәбіз қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаға шым-шым тұзды қосып миксерлейтін боламыз. 2-3 минуттың көлемінде біздің жұмыртқамыз ағарғанша, яғни көпіргенше араластырып аламыз. Біздің жұмыртқамыз дайын болды. Енді сәбізді үккіштің осындай майда бөлігіне өткізіп аламыз. Дайын болған сәбізді осы біздің жұмыртқалы массамызға барлығын толықтай салып, жай ғана шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Енді біз противенге осындай жабыспайтын мықты пергамент қағаздарын қолдансақ дұрыс болады. Барлық массамызды құйып, оны біркелкі етіп, осылай барлық жағынан жайып шығатын боламыз. Енді қызып тұрған 180 градуста 15-20 минуттың көлемінде пісіріп алатын боламыз. Енді біздің тестамыз піскенше біз оның начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сыр мен қаймақ қажет болады. Ең алдымен сырды үккіштің осындай майда бөлігінен толықтай өткізіп аламыз. Енді оның үстіне қаймақты салатын боламыз және де дәміне қарай шым-шым тұз себетін боламыз. Сосын жақсылап біркелкі масса қылып, оны араластырып аламыз. Және де айта кететін нәрсе, ол осындай мен укроп септім, яғни бұл менде қатырылған, мұздатқышта қатырылған укроп болды. Онда тұрған ешқандай да разница жоқ. Сіз свежий укроп қоссаңыз да болады, немесе қаламасаңыз укропты қоспай қойсаңыз да болады. Біздің тестамыз дайын болды. Енді оны толықтай суытамыз. Суығаннан кейін барып, осылай екінші бетіне аударып, біздің пергамент қағаздарын жайлап алатын боламыз. Үстіне сырлы массамыздың барлығын салып, оны қасықтың көмегімен жайып шықсаңыз болады. Қасық өте ыңғайлы болады жайғанға. Осылай толықтай бетінің барлық жеріне массаны жағып шығатын боламыз. Енді оны рулет сияқты өте тығыздап, қысып орау керек. Орап болған соң, мен осылай пищевая пленкамен барлық жерін тығыздап, орап, ауа кірмейтіндей етіп орап тастадым. Сіздер де солай жасаңыздар. Және бір түнге қалдырдым. Мен кемінде 3 сағатта холодильникте тұру керек. Ол бір-біріне сіңіп, бір-біріне бірігу керек. Енді оны осылай кескен кезде, өткір пышақпен кесетін болсаңыз, өте әдемі кесілетін болады. Міне біздің рулеттеріміз дайын, өте әдемі, дастарханның сәнін келтіретін және де өте дәмді шығатын рулетті менімен бірге дайындаңыз. Егер рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.